Дана, қарашы, мұнда бір балапан, бір жұмыртқа тұр. Міне, тағы бір балапан шықты. Неше балапан болды? 2. Қара, 2 құрт өтіп бара жатыр. Құрттың біреуін балапан алып кетті. Қанша құрт қалды? 1. Өрнектер құрастырып, олардың мәнін тауып көрейік. Жақсы. Мына 2 қазға қарап, олардың қанша басы, неше аяғы бар екенін айтшы. Басы 2, аяғы 4. Бұлар өрнектің мәндері, ал өрнегіміздің өзі қалай болады? Әуелі бір басқа бір басты қосамыз. Содан соң 2 аяққа 2 аяқты қосамыз. Жарайсың. Келесі есепке көшейік. Бұл өрмекші ғой. Ар жағында 4 аяқ, бер жағында 4 аяқ, өрмекшіде неше аяқ? 4 қосу 4. Бұл өрнек. Өрнектің мәні 8. Дұрыс таптың. Келесі есеп 4 алмұрттың 2-і жерге түсті. Қандай өрнек құрастырамыз? 4 азайту 2. Өрнектің мәні қаншаға тең? 2-ге тең. Жақсы. Аквариумда 5 балық жүзіп жүр. 2-і тастардың арасына тығылып қалды. Қанша балық көрініп тұрған есептеу үшін қандай өрнек құрастырамыз? 5-тен 2-ні азайтамыз. 3 балық жүзіп жүр. Жарайсың.